Тақырыпты жалғастырамыз. Осыған дейін Арал ауданында қуаңшылық салдарынан 559 бас мал шығыны болды деп ресми хабарланған болатын. Ал облыстық кәсіпкерлер палатасының мамандары нақты көрсеткіш ресми ақмардан бірнеше есе көп екенін алға тартып отыр. Сондай-ақ мал өлімі тек Аралда ғана емес, Жалағаштан басқа барлық ауданда тіркелген деседі. Сонда шаруалардың нақты шығыны бүркемеленген бе? Әлде мұның басқалай сыры бар ма екен? Мәселенің мән-жайын әріптесім Елжас Әбділда бағамдап көрді. Биылғы қуаңшылық жердің апшысын қуырып, төрт түлікті баудай сұлатқаны жасырын емес. Ал осы айында өлке жұртын әбігерге салған апатта небәрі 600-ге жуық қана мал шығыны болды деу қисынға келе ме? Кейбір ауылда мал көп, кейбір ауылда мал аз. Мысалы, 10 бас мал бар кісі бар. Соның бір 2 басы өледі мысалы. 100 басы малдың 20-сы өледі. Сондай есеп қой. 25-30%-ық немен өліп атқан. Бұл төлді айтпағанда. Біз төлді туралы мүлде айтып тұрмыз. Әлі өліп атыр. Осы мәселе бойынша облыстық кәсіпкерлер палатасына басынасын жеткізген шаруалар жетерлік. Дені қуаңшылық салдарынан өлген малын тіркеуге алмаған үшін шағымданады екен. Сондықтан палата мамандары мәселені тереңнен талдауға көшіпті. Ол үшін арнайы сауалнама да жүргізілген. Нәтижесінде қуаңшылық шығыны ресми ақпардан бірнеше есе көп екен анықталып отыр. Қарапайым шаруалар, отбасылар бізге ренішін білдірді. Менде 20 мал өлсе, тек қана 5-еуін ғана тіркетті деген сияқты әртүрлі шағымдар түсті. Сол кезде біз Google формада қанша малыңыз өлді деген анонимді сауалнама жасап, WhatsApp барлар бізде Қызылорда облысының шаруашылықтары деген WhatsApp группа бар, ол жерде 270-тен астам шаруалар бар, және Telegram группалар бар, және Facebook'тарда тонысын тараттық. Сол кезде тек қана қолында смартфоны бар азаматтардың толтырғанына қарайтын болсақ, 2600-ден астам малымыз өлді деп адамдар хабарлады. Яғни шын мәнісіндегі цифр ол 5 есе көп деуге болады. Мал шығыны тек Аралда ғана емес, өзге де аудандарда тіркелгенін палата мамандары растап отыр. Әрине бұл ретте қолға алынған нақты бастамаларды да жоққа шығара алмаймыз. Аралда төтенше жағдай жарияланып, еліміздің әр қиырынан көмек қолын созғандары баршылық. Бірақ сол жұртшылықтың жиған жылуы қыстан қысылмай өтуге жете ме? Статистикадағы малдың өзіне 140 мың тонна шөп керек десек, Арал ауданына ол 14 тонна полный КАМАЗ, шаланды КАМАЗдың өзімен 10 мың рейс. Енді 10 мың рейсті мысалға осы кездегі 3 айға бөліңіз. Қанша рейстен келеді? Енді қазір 2 ай қалды. Август-сентябрь айында мысалы шөп тасисыз, октябрь айында жауын шашын болып, басқа болып жатса таси алмайсыз, ол кезде суық та түсіп кетеді. Сонда 2 айға бөлгенде 160 рейс күніне Арал ауданына әрбір ауылға кіріп тұру керек. Ауыл мысалға Ырғыздан қазір 300-500 км жерден шөп тасып жатыр. Бер жағы Жалағаш ауданында 200 км. Мысалға қазақта мынадай сөз бар: жаман айтпай жақсы жоқ дейді. Біз әрине осы қиындықтан Арал ауданының халқы, билігі бәрі жақсы шыққанын қалаймыз. Бірақ соған жаманды айтпай, осындай болуы мүмкін деген нәрсені айтпай, біз жайбарақаттық танытып отырғандай байқаймын мен өзім. Барлық аудандарды, сол Арал аудандағы ауылдық округтерді, елді мекендерді шөппен қамтамасыз етуге байланысты әр ауданды, 5 ауданды біз бекіттік. Қазір шөп жеткізу жұмыстары жүргізілуде. Қысқа түсетін малдардың қажеттілігі бүгінгі таңда 769 мың тонна шөп болатын болса, бүгінгі таңда 392 мың тоннасы дайындалып, барлық қажеттіліктің 51%-ын құрап отыр. Еліміздегі қуаңшылық жағдайына халықаралық ұйымдар да қол ұшын соза бастады. Дегенмен бізде келіп тұрған көмекті алудың өзіне ынта байқалмайды. Еуроодақ Қазақстанға біршама ақша бөліп, осы қуаңшылықпен күресуге байланысты ақша бөлді. Түркістан облысы мен Маңғыстау облысы осы қаражатты алуға ниетті екенін білдіріп, осы 2 облысқа осы көмектер келетін болады. Көмектің үлкен күші жоқ, ешқандай намыстанбай, мен ойымша барлық мемлекеттік органдар осындай көмектер, сырттан келетін көмектерге қарап, қарым-қатынас жасап, халықаралық ұйымдар болсын, басқа да қайырымдылық қорлары болсын, солармен бірге жұмыс істеп, мен ойымша көмекті алуға барынша әрекет жасау керек. Қорасындағы азын-аулақ малына қарайлап отырған шаруалардың қазіргі жай-күйі белгілі. Сондықтан қолдаудың қай түрін болса да оғаш көрмей, тиімді пайдаланудың маңызы зор. Елжас Әбділда, Сырым Өтеген, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.